Қайырлы күн. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы қазіргі қазақ повестері. Сабағымыздың негізгі жоспары алдыңызда. Біз бүгінгі сабағымызда Асқар Алтайдың, Дидар Амантайдың, Думан Рамазан, Роза Мұқанова, Айгүл Кемелбайдың және Ораздың повестерінің стильдік ерекшеліктеріне тоқталамыз. Қазақ әдебиетінің кейінгі жас толқынының сюжет құру ерекшеліктерін дәстүрлі прозаға қарағанда өзгеше екені мәлім. Бұл ерекшелік авторлық ұстанымына уақыт пен кеңістік рөлімен түсіндіріледі. Ұлттық әдебиеттегі ашыла жазуға, көсіле жазуға заманы мүмкіндік бермеген модерндік әңгіме үлгісі заманауи прозашыларымыз тарапынан қазіргі дәуірде постмодерндік әңгіме үлгісіне айналды. Атап айтар болсақ, Жүсіпбек Қорғасбек, Нұрғали Ораз, Асқар Алтай, Дидар Амантай, Роза Мұқанова және тағы да басқа жазушылардың әңгімелерін ұғыну үшін олардың постмодерндік бағытының тереңіне үңілуіміз қажет. Қазіргі уақытта қазақ әдебиетінде Асқар Алтай өз бағытын айқындап, стилін танытқан жазушы. Оның шығармаларын кезінде Зейнолла Қабдолов жазушыдан талап ететін 8 қасиетті толық көруге болады деп бағалаған болатын. Асқар Алтай шығармаларындағы тағы бір ерекшелік, шығарма ішінде тағы бір шығарма сюжет боларлық бір оқиғаны сыйғызып жіберуі. Мұндай тәсіл көбіне Оралхан Бөкей шығармаларына тән болып келеді. Келесі авторымыз Дидар Амантай. Дидар Амантайдың «Шайыр мен шайтан», «Тоты құс», «Түсті көбелек» сынды романдары өте ықшам және философиясы да айтар ойы да тамаша. «Мен сізді сағынып жүрмін» шығармасы оншақты беттен ғана тұрса да, повест жүгін арқалап тұратын неге айтпасқа. Қазақ әдебиеті майданында қаламгерлеріміздің тарапынан батыл эксперименттер мен қиян кескі реформалар қазіргі таңда да жүріп жатыр. Думан Рамазандай қаламгерлер шығармашылық ізденістер нәтижесінде дағдылы әдеби формаларды мәдени екшеу арқылы өздерінің мистикалық реализмдерінің аясын кеңейтуге түсуге қол жеткізді. Осындай талғампаздық пен мәдени екшеу жасау кейбір жазушыларды әдеби даңққа бөлеп жүр. Қазіргі әңгімелердің ішінде жазушы Роза Мұқанованың психологиялық тақырыпта жазылған әңгімелері өзіндік ерекшеліктермен дараланады. Жазушының осы тақырыпта жазылған Құбыжық, Қаралы төбе, Өзің, Тұтқын, Композитор, Мұқағали және тағы да басқа әңгімелерін ерекше атап өтуге болады. Жазушы Жүсіпбек Қорғасбек сын пікірлерінің бірінде былай дейді: Роза Мұқанова шығармаларын адамның жанына үңілуден туындатады. Адамның жаны үлкен қасіретте барынша ашылады. Роза адам қолмен жасалған хайуани қасіреттен адами мағына іздейді, сезімге тиетін детальдар табады деп ерекше бағалаған болады. Айгүл Кемелбаеваның Қоңыр қаз әңгімесінде де кейіпкерлері тосын, тағдырының жазуымен некесіз сәбиді өмірге әкелмек болған Қаршыға сынды кейіпкерлердің аянышты тағдыры барынша сипаттап көрсетіледі. Нұрғали Ораз шығармалары да өмірдің өзінен алынып, айналадағы күнде көріп жүрген құбылыстарға өзіндік құнарлы қарапайым тілмен әлеуметтік деңгейге дейін көтерілген шыншыл туындылар. Суреткердің арнасынан асқақтамай, қысқа да жинақы жазылған әңгімелерінде адам өмірі, табиғи тазалық, адамгершілік, қазақы мінез, қоғамдық өзгерістер шынайы суреттелген. Жазушының Қайыршының жұлдызы, Бақыт құсы, Сиқырлы көл, Сақалды қыз, Долана, Әпкем, Жездем және мен, Биіктегі сұлулық әңгімелері де қарапайым сюжеттен терең ойға бастайтын ерекшеліктермен оқырмандарын елең еткізеді. Суреткердің адамгершілік парасаты сияқты мәселелерді көтерген шығармаларынан байқалатын басты ерекшелік адамның ішкі әлемін, рухани сырын айқын аңғарту. Бүгінгі біздің дәрісіміздің негізгі мәселелері осымен тамам. Назарларыңызға рахмет. Лекциядан түсінген негізгі
түйінді 50 сөзден тұратын эссе ретінде жазып, оқытушымен кері байланыс орнатыңыз.